Баршаларыңызға сәлем. Бізде бүгін распаковка болады. Пиндодадан келген заттар. Бұл жолы не келді, не алдық. Бірге көрейік. Ал қане бірінші біз мына коробкадан бастаймыз. Бұл коробкада бізде софиттер болу керек. Мынандай қазір ашамыз. Қанша штук заказ бергенмін? Ішіне екіден салып тұр. Күшті тура. Үш штуктан нәретімін ішінде. Нормально болып келген сияқты. Келесі бізде. Мама, не надо он мне накрыл. Ашақта енді. Аша берем. Ладно. Үйімде екен подарок сатыла. Осындай сумка Анеляға. Вау, Анеля. Качественный сумка сияқты. Көресің? Вау, материал деген күшті. Күшті материал. Қымбат сумка мына біздің Қазақстанда. Сайтта да бағасы жақсы, салыстырмалы түрде. Басқа сумкалардан қымбатырақ, качественный. Теперь подарочки. Мынандай подарки салып жіберді Анеляға. Келесі бізде не екенін білмеймін. Қазір ашып көреміз. Жерде жазылмаған ба? 700 грамм дейді. Толстовка. Бізде сумка неше грамм шықты деген сұраққа 500 грамм шықты. Тура. Ровно 500 екен. Мынау бізде толстовка. Толстовка 700 граммға шықты. Көреміз ашып. Качествосын бәрін ашып ұстап көреміз. Осындай толстовка заказ берген болатынмын. Әдемі шықты. Замок. Размері XL бердім ойдың. 5 қотты. Міне. Әдемі качественный. Келесі 100 граммға біз не алдық? 100 граммға. Носки алыппыз. Асекаға. 3, 4, 5. Мен мынандай носки, 3 штук носки. Асекаға. Келесі бізде 400 граммға женский пижама дейді. Ух, осын қатты күткен болатынмын. Мында пижама. Саған прям деген. Ух ты, прям качествосы енді деген. Супер. Мынандай шалбары бар. И мынандай шорты бар. Прям күшті екен. Келесі бізде 500 граммға. Тоже пижама бұл. Мынандай пижама.
Тоже материал да күшті. Әдемі. Үйде киіп жүргенде. Мындай шалбар бар. Ал біздің бүгінгі распаковкамыз сіздерге ұнаса, комментарий жаза өтіңіздер. Тағы бар ма бізде? Як что это? 100 граммға. Резинкалар. Асёкаға. Супер.